Мен өлгеннен кейін жұмақты көргім келеді. Қаншалықты ұзақ өмір сүреміз? 80 жыл ма? Әрқайсымызда әртүрлі мүмкіндік бар. Біреу 20 жылдан кейін өледі, біреу 50 жылдан кейін, біреу 30 жылдан кейін, ал біреу 6-7 жылдан соң өлуі мүмкін. Бәріміз көп ұзамай өлеміз. Бізге 125 жыл өмір берілді дейді ғой. Оған толық жете алмайды екенбіз. Тіпті 250 жыл өмір берілді деп ойлап көрейікші. Соның 145 жылында төсек қызығына батайық. Соңында бәрібір өлеміз ғой. Сондықтан бізге орташа алған 80 жыл осы дүниеде өмір сүруге мүмкіндік берілген. Бұл сынақ. Осы жылдарды біз не нәрсеге жұмсаймыз? Жақсылыққа ма? Нағыз өмір бұл емес. Нағыз өмір сенің ішіңде. Тән қартаяды. Айнаға қарасаң түсің жоқ. Шашың түскен болуы мүмкін. Бірақ жаның, рухың ешқашан қартаймайды. Тәнің рухыңды көтеріп жүрген уақытша көлік қана. Сондықтан Құдай біздің рухымызды сынайды. Біз не істейміз? Бір-бірімізге қандай қарым-қатынас жасаймыз? Ертең жұмақтан орын бұйыра ма? Бұл өмір ұзақ тұрмайды. Мына ғимарат құрылысшылар кеткеннен кейін көп тұрмайды. Англияның бірнеше патшайым болған. Бәрі кетті. Бәрі кетеді, жаңадан ұрпақ келеді. Біз де қалмаймыз. Уақытша ғана қожайынбыз. Иелігімізде ештеңе жоқ. Тіпті балаларымыз да біздің меншігіміз емес. Өтірік айтып отырмын ба? Әйелің сенікі емес. Өліп қалғаннан кейін, бір жылдан кейін қайтып келе алсаң, төсегіңнен әйеліңді таба аласың ба? Әйелің де сенікі емес. Мен әйеліммен ажырасып кеттім, ол туралы оқыған боларсыздар. Қазір менің 4 балам басқа адамды әке деп атап жүр. Олар енді мені көрмейді. Сен балаларыңның иесі емессің, сен отбасыңның иесі емессің. Мен не туралы айтқым келеді? Өмірдегі ең маңызды нәрсе өлгеннен кейінгі жағдайың. Жұмаққа түсесің бе, тозаққа түсесің бе? Мәңгіге қайда боласың? Мәңгілік деген қаншалықты ұзақ? Есептеп көріңіздер. Сахара шөлін алайық. Онда құм көп, Енді сондағы бір түйір құм 1000 жыл деп ойлап көріңіздер. Өлесіңде тозаққа түсіп жанасың. Мәңгілік. Соңы жоқ. Бұл дегеніміз қаншалықты ұзақ екенін ойлап көріңіздер. Сахара құмы біткенше, әр 1000 жыл сайын бір түйірді алып тастап отырасың. Міне, бір түйір құмды алу үшін 1000 жыл